Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев арнайы жұмыс сапарымен Аягөз ауданына барды. Облыс басшысының жұмыс сапары Аягөз ауданының тарихи, табиғи және мәдени дамуын сипаттайтын өлкетану музейінен басталды. Нұрлан Ранхаев Аягөз қаласындағы Абай атындағы саябақты аралады. Сондай-ақ Аягөз қаласының нөмір 9 бастауыш мектебінің жұмысымен танысып, шаһардағы бокс залына барды. Сапар аясында жақында іске қосылған басқа да әлеуметтік нысандармен танысты. Сонымен қатар облыс әкімі Аягөз ауданының тұрғындарымен кездесу өткізді. Жалпы тұрғындар тарапынан 30-дан астам сұрақ қойылды. Нұрлан Ранхаев тұрғындар үшін жеке қабылдау өткізді. Аймақ басшысының айтуынша, алдағы уақытта Zoom платформасы арқылы апта сайын тұрғындармен жеке қабылдаулар өтетін болады. Дана Дулатқызы, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Бүгін номері 19 жалпы орта білім беретін мектебінде Семей қаласы әкімінің орынбасары Дархан Жөргекбаев кезекті кездесу өткізді. Кездесуге Юность, Комсомол, Шахтар, Треугольник және 66-шы квартал аудандарының тұрғындары қатысты. Бір белгілі бір қалыпқа келтіреміз. Бұл жұмыстар болашақта басқа аудандарда, басқа көшелерде. Дәрбек мырза маған не берген Уалиев мырзаның телефонын. Ол жер кісі қашанды түпкін звондама. 11-ші автобус табыстады, маршрут табыстады. Неге алыстады? Көп көріп айлап маршрут болатыныз. Неге вокзалға баратын? Оны алыстады. Енді ол қашан істеледі? Енді алла біледі. Сол біздің проблема. Соның кейін жаңа мына Кездесуде көтерілген мәселелер халық дертіне айналған. Алдағы уақытта барлық айтылған ұсыныстар мен шағымдар қайта қаралып, шешімін табады деген ойдамыз. Талшын Қалиасқар, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Махаббат жыршысы Әзілхан Нұршайықовтың туғанына 100 жыл. Майдангер жазушының 100 жылдығы туған өлкесі Жарма ауданында атап өтілді. Шара жазушының ұрпақтарының қатысуымен өтті. Аудан орталығы Қалбатау ауылындағы Әзілхан Нұршайықовқа арналған Махаббат аллеясына гүл шоқтарын қоюдан басталған шара жаңа өмірге қадам басқан жас жұбайлардың неке қию рәсіміне жалғасты. Қонақтар қаламгердің туған жерін аралап, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. Түстен кейін аудандық мәдениет үйінде әдебиетші ғалымдардың қатысуымен аңыз адам, нағыз адам атты конференция өтті. Оны кіріспе сөзбен Жарма ауданының мәслихат хатшысы Мейірхан Оспанбаев ашты. Қонақтар мен ауыл тұрғындары жазушы мерейтойына арналған концертті және кітап көрмесін тамашалады. Ерлан Айқынұлы, Әли Сүлейменов, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Жастар рухы, терең білім, адал еңбек және отаншылдық. Аманат партиясының жастар рухы жастар қанаты іске қосқан бір толқында диалог алаңының отырысы өтті. Отырыстың мақсаты Аманат партиясы жастар қанатының кезектен тыс 6-шы съезіндегі президенттің жастарға арналған бейнелеуін және Аманат партиясы жастар қанатының трансформациялық бағдары мен ел жастарының заманауи келбетін талқылау. Президент үндеуде жаңа Қазақстанның жастары айрықша түсінуге тиіс 3 маңызды бағытты атап өтті. Олар терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет. Осы туралы диалогты қаланың спикерлері мен қонақтары өз ойларымен бөлісті. Дана Дулатқызы, Ерлан Айқынұлы, Семей таңы газетінің жаңалықтар қызметі. Сақ болыңыздар, коронавирус тағы да асқынып келеді. Өткен тәулікте 2480 адамның коронавирус анықталды. Ресми мәлімет бойынша еліміздің бас қаласы Нұр-Сұлтанда 796, Алматыда 722 адам инфекция жұқтырған. Шығыс Қазақстан облысында 9, ал Абай облысында 31 коронавирус жағдайы тіркелген. Қоғамдық орындарда бетперде тағып, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік.